Ассаламуалейкум барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Жалпы осы видеода сіздерге кішкене Америка құрама штаттарында айлық қаншадан екенін айтып кеткім келеді. Зарплата қанша в общем айтқанда. Мына жақта айлықты либо сағатына есептейді, либо жылына есептейді. Ең бірінші сағатына среднем орташа есеппен алғанда сағатына где-то $10 басталады. $10, я. $10 қарапайым адамдар, кез келген адам жұмыс жасалатын жұмыстар. Мысалы, там гостиницаны уборка жасайсың қонақ үйде, там нянька болу, посудомойщик болу, там ыдыс-аяқ жуу деген сияқты, там типа пол жуу и сосын қандай жұмыстар бар тағы да. Бастапқы стартқа ең бірінші бастапқы жұмыстардың сондай жұмыстар болады көбінесе. $10 болады зарплата. Кез келген жұмыс, мысалы сен дұрыс білмейтін болсаң, где-то $10 аласың. Жайлап орташа есеппен где-то жақсы сен егерде профессионал болатын болсаң $15 аласың. $15 олар поварлар алады, официанттар может быть алу мүмкін. Официанттарда көбінесе чаевые алады. Олардың сағатына где-то $4 болса и плюс чаевые алады. Там чаевые где-то $150-250 шейін алады чаевые, естуім бойынша. Сосын трак айдайтындар, үлкен трак айдайтындар, олардың зарплаталары ол вообще кішкене жоғары. Тракқа отыру үшін разрешение на работу алу керек, трактың оқуын оқу керек. Содан кейін барып тест тапсырып компанияға жұмысқа кіру керек. Где-то жоқ дегенде 1 жылдай уақыт алады. Ол үшін бірінші Америкаға келіп көптеген опыт жинау керек. Арнайы мынандай бокс трактор айдауға болады. Бокс трактордың айлығы тоже где-то аптасына $1000 шығаруға болады деп естідім тоже. Істеп көрген жоқпын. Сосын тағы қандай жұмыстар бар. Егерде андай дәрігер, адвокат, қандай программист болсаңыздар, онда вообще зарплата өте жоғары. Тағы қандай жұмыстар бар. Бұл жұмыстардың бірі ол стройка. Стройкада да тоже самый $150-200 шейін табуға болады күніне. Өздеріңіздің профессионалдықтарыңызға байланысты ақша табасыздар. Жалпы айтқанда Америка құрама штатында орташа зарплата где-то $2000-3000 айына примерно. Жылына где-то $35000-40000 табуға болады. Жалпы штаттарда, барлық облыстарда. Оның бәрі негізі бір адамға бәрі жеткілікті зарплата. Бір адамға зарплата айына $1500-2000 табатын болсаң, соның өзі жеткілікті деп ойлаймын. Тағы да бір жұмыстардың бірі біздің жақтарға ол грузчик, мувинг деп аталады. Ол жерде тоже күніне $150 табуға болады. Ол жерде жұмыстар адамдарды үйінен басқа үйге көшіресің, дивандарды көтеріп, машинаға тиеп, апарып, сол түсіресің. Ондай жұмыстар тоже бар, где-то $150-200 табады. Жалпы негізі мына жаққа ең бірінші барлықтарыңызға айтарым, келу керек болды. Келу керек, келіп көру керек. Егер ұнайтын болса, осы жақта қалсаңыздар болады. Барлықтарыңызға айтарым сол. Келу үшін көптеген информациялар YouTube-тан қарасаңыздар болады. YouTube-қа теріңіздер, іздеңіздер. Көбірек іздену керек менің ойымша. И ең бастысы асықпаңыздар. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдан кейін келсеңіздер де болады. Главный асықпаңыздар. Америка ешқайда қашып кетпейді. Америка қалай тұрды, солай тұр. И кез келген уақытта келіп үлгересіздер. И және де мына жақта таксисттар Uber деп аталады, Uber, Lyft деп. Ол жерлерде тоже адамдар таксовать етсеңіздер болады, машина алып. И айлық ол жерде где-то күніне $150 табуға болады деп естідім. Барлық айтып жатқандарым менің істеп көргенім емес, менің естігендерім, білгенім. Ал мен жалпы өзім қандай жұмыстарды жасадым, мен көбінесе повар болып жасадым. Повардың зарплатасы ол жерде сағатына $11-15 болды мен істеген жерде.
қазір уақытта трак драйвер болып жасаймын. Негізі жұмыстар жеткілікті Америка құрама штатында. Егерде ең бірінші барлықтарыңызға айтарым, келіп көріңіздер. Егерде грин карта отқандар болса, спокойно келе берулеріңе болады, келіп көріп, если что ұнамайтын болса, кері қайтып кетесіңдер. Сол сияқты кез келген адамдарға барлықтарыңызға айтарым, просто келіп, как турист ретінде келіп көрсеңіздер болады. Егерде ұнайтын болса, Америка құрама штаты сіздерге қалсаңыздар болады, егерде ұнамайтын болса, кері қайтуға ешкім сіздерді ұстап қалмайтын жақта. Сондықтан сол жалпы кішкене ғана айтқаным осы, бірақ сіздерге қандай видеолар керек, қандай сұрақтарыңыз бар, соны комментарийға жазсаңыздар, сол бойынша мен сіздерге арнайы видео түсіру үшін тырысамын. Сондықтан каналыма қосылып, лайк басып, және де Instagram парақшама қосылсаңыздар болады. Күнделікті история, күнделікті осы жерде өмірімді қарасаңыздар болады. Рахмет, көңіл бөліп қарағандарыңызға сау болыңыздар.